өкілдері толығымен Қазақстан құрамасының бүгінгі жарыстың кешегі белдесулерді бақсынаған бұрынды әріптестерінің барлығы да ақыл кеңестерін аямауда. Ертең естеріңізге сала кетейік, еркін күрес шеберлері өздерін ортаға салған, сол себепте олар да бүгін біздің аруларымызға қолдау көрсетіп жатқандығы айтылады. Сонымен 1,5 минут уақыт бар. Алтын жүлде жолындағы арпалы Жәмила Бақбергенова жақсы аяқтан тоқтап ұстады. Әрмен бірі шабуыл қалай жалғастырып жамбасына отырғызды қарсыласты. Дәл осы жерде тоқтап қалмау қажет. Жәмила Бақбергенова жақсы, екі пайда бірден өз еншісіне жазды. Әсінде болса шабуыл тоқтатпайды. Тоқтап қалмау қажет. Ең соңында қарсыласын тіпті кілемден шығарып беріп тағы ұпай еншілесек, әрине тақиямызға тар келмейді. Есеп 4-1. Жәмила 1 минут деген жарты жұрау қолдау көрсетіп жатқан спортшыларымыздың қолдауын естіп отырмыз. Әрине, елге Қазақстанның күрестен әйелдер құрамасы олжалы оралып деу үшін Жәмиланың алтын жүлдесі әрине бізге қазір ауадай қажет болып тұр. Тағы да шабуылға ұмтылған жарты минут қана уақыт қалды. Тәуекелге барады. Дәл осы сәтте қарсыласты жақындатпау қажет. 3 ұпай жақсы ұпай басымдығы десек те бір ғана әдіс қазір таблодағы көрсеткішті түбегейлі өзгертуі мүмкін. Бұны Жәмила Бақбергенова жақсы түсініп отыр. Сол себебі әзірге ешқайда да асықпайды. Асығудың да ешқандай қажеті жоқ. Уақыт толығымен Жәмила Бақбергеноваға жұмыс істеп тұр. Ауызша ескерту айтылды. Ол жерде кілемдегі төреші осы ескертуден қандай да бір нәтиже шығарып, қазір қарсылас жақындатпау қажет. Өзінің шеңгісін Ючилиу мойындағандай. Және құрметті көрермендер, қазақстандық жанкүйерлер, күрес сүйер қауым, сіздердің назарларыңызда су жаңа Жәмила Бақбергенова Азия чемпионы биылғы жылғы сары құрлық додасының міне ауыр форматтағы 77 келі салмақ дәрежесіндегі үздігі. Бірден біздің әріптесіміз Бақбергенова дәл осы екінші көк байрақ алмат трофейлерінде алып жүрген Жәмила Бақбергенова мен оның шешесі бапкері әрине бұл жеңістің өмірге артқа шығып